Көмір өндірісі қаупі жоғары сала. Өйткені ол күрделі геологиялық жағдайлармен, ауыр техникамен, жұмыс істеумен және бұрғылау жарылыс жұмыстарының қаупімен байланысты. Сондықтан негізгі міндет өндірістегі жарақаттану деңгейін нөлге дейін төмендету, еңбек жағдайын жақсарту және қауіпсіздікті күшейту. Осыған байланысты саланың басым бағыты жарақаттану деңгейін барынша азайту, еңбек жағдайларын жақсарту және қызметкерлердің кешенді қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануды азайту Қазақстан Республикасы үкіметінің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. 1993 жылғы 31 мамырда Қазақстан халықаралық еңбек ұйымына мүше болып кірді. Әлемдік деңгейде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, еңбек қатынастарында құқықтық көмек көрсету, жұмысшылардың әлеуметтік қорғалуын нығайту, жұмыссыздарды жұмыспен қамту сияқты көптеген мәселелермен халықаралық еңбек ұйымы айналысады. Мамандар зерделеп барып өндірісте жарақат алатын адамның орташа бейнесін жасаған екен. Жазатайым оқиғаларға басым көпшілігінде ер адам тап болатыны айдан анық. Соның барысында зардап шегуші адамның жасы, еңбек өтілі, мамандығы, жұмыс орны тексерілді. Осындай тәсіл тек қана оқыс оқиғаға жалпыламай сипаттама беріп қана қоймай, оған кім және қай уақытта душар болатынын анықтауға мүмкіндік берді. Бұл қырағылықты арттырып, тәуекелдерді азайтуға септігін тигізеді. Жарақаттар көбінесе экстремалды жағдайларда емес, күнделікті жұмысты орындау кезінде орын алады. Кәсіпорын аумағында немесе жабдықпен қозғалу барысында ең үлкен қауіп төндіретіндер қозғалып тұрған заттар, бөлшектер және механизмдер. Қазақстанда ең қауіпті салалар қатарына тау-кен металлургия саласы және құрылыс саласы жатады. Жұмыстың тиісті деңгейде ұйымдастырылмауы, абайсыздық, жол қозғалысы және еңбекті қорғау ережелерін сақтамау жазатайым оқиғалардың орын алуының негізгі себептері болып қала беруде. Көмір өндіру саласы қауіп-қатер деңгейі жоғары сала. Ол кеңжайлардың опырылу тәуекелі, ауыр техникалармен жұмыс істеу кезіндегі қауіп, көмір шаңу мен улы газдар, жоғары температура мен ылғалдылықтың болуына байланысты. Богатырь көмір серіктестігінде менеджменттің біріктірген жүйесі енгізілген. Бұл ұйымды басқаруды оңтайландыруға, тиімділікті арттыруға, тәуекелдерді азайтуға және компанияның тұрақты дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ол менеджмент жүйелері саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы мен халықаралық стандарттарының талаптарын сақтай отырып, тұрақты жақсарту қағидаттарына негізделеді. Әрбір кәсіпорында алдын ала қандай қауіптер қай жерде болуы мүмкін екенін түсіну маңызды. Бұл жарақаттардың, апаттардың, аурулардың, айыппұлдар мен қаржылық шығындардың алдын алуға көмектеседі. Дәл осы мәселемен тәуекелдерді бағалау үдерісі айналысады. Қауіптерді анықтау және тәуекелдерді бағалау еңбек қауіпсіздігі жүйесінің маңызды бөлігі. Бұл жазатайым оқиғалар мен апаттардың алдын алуға көмектеседі. Богатырь көмір компаниясында бұл рәсім еңбекті қорғау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі ISO 45001 халықаралық стандартына сәйкес жүргізіледі. Жылына кемінде бір рет тәуекелдерге толық бағалау жүргізіледі. Екі топ жұмыс істейді ол үшін. Жұмыс тобы тәуекелдерді анықтайды, сарапшылық топ шешімдер ұсынады. Тәуекелдерді бағалау үдерісі 7 кезеңнен тұрады. Ақпарат жинау, жұмыс орындарын анықтау, қауіптерді анықтау, тәуекелдерді талдау және бағалау, шараларды таңдау және олардың орындалуын бақылау. Бұл жердегі басты сұрақтар: не қауіпті болуы мүмкін? Бұл не себепті орын алады? Қай жерде және қандай жағдайда? Және ең бастысы, кім зардап шегуі мүмкін? Қазақстан Республикасында 2024-2030 жылдарға арналған қауіпсіз еңбек тұжырымдамасы іске асырылды. Ол 4 негізгі бағытта қамтиды. Тәуекелге бағдарланған тәсіл негізінде еңбекті қорғаудың ұлттық жүйесін жаңғырту, жұмыс орындарында тәуекелді төмендету жөніндегі шараларды экономикалық ынталандыру, кәсіби құзыреттіліктер мен ғылым әлеуетін дамыту, еңбекті қорғау саласындағы бақылау мен мониторингтің тиімділігін арттыру.
Осы бағыттарда жүзеге асыру аясында Бағатүркөмір компаниясында еңбекті қорғау жүйесі жетілдіріліп, өндірістік қауіпсіздікке ерекше назар аударылуда. Кәсіпорында заманауи қауіпсіздік стандарттары енгізіліп, жұмысшылардың денсаулығы мен өмірін қорғауға бағытталған кешенді шаралар жүзеге асырылуда. Қауіпсіздік бұл жай ғана талап емес, бұл біздің күнделікті жұмысымыз. Құрметті әріптестер, өндірістегі қауіпсіздік біздің жауапкершілігіміз. Біз еңбек қауіпсіздігі нормаларын қатаң сақтауды талап етеміз. Және сіздердің жеке жауапкершіліктеріңіз қауіпсіз еңбек кепілі. Әрқайсымыз нұсқаулықтарды сақтап, жеке қорғаныс құралдарын қолдануға және кез келген қауіптер туралы бірден хабарлауға міндеттіміз. Тек бірлескен күш жігерімізбен ғана біз тәуекелдерді барынша азайтып, барлығына қауіпсіз еңбек жағдайларын жасай аламыз. Естеріңізде болсын, қауіпсіздік техникасын сақтау бұл тек міндет емес, бұл өзімізге, әріптестерімізге және бүкіл компанияның қауіпсіздігіне деген қамқорлық. Әр жұмыс күні қауіпсіз болатындай жауапкершілікпен жұмыс істейік.